Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыздар? Бүгін бізде идеалист FX трейдингке бастама курсының 4-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз свича немесе японская свича деген не сол жайлы айтатын боламыз. Себебі бұл бізде трейдингтің фундаменті. Егер сіз свичамен қалай жұмыс істеу керек екенін білсеңіз, сіз уже нарықтың қозғалысын алдын ала бағаның қай жаққа баратынын біле аласыз. Ол бойынша біз болашақта өтеміз, ликвидность деген сабақта. Ал бүгін біз осы свича қалай құралады, қалай жасалады, соған тоқталамыз. Яғни бірінші ол бізде open high low close, open high low close деген не. Және де бұқа аю свичасы, және не үшін бұны бұқа немесе аю деп айтады, неге басқа термин емес. Және де үшінші бөлік свичаның денесі мен көлеңкесі нені білдіреді. Яғни тело свечи и фитиль свечи. Хорошо, енді біз өзіміздің суретімізге қайтып келейік. Ең алдымен, свеча деген не? Свеча деген бағаның белгілі бір уақыт аралығында қозғалысын көрсететін график элементі. То есть, барлығымыз трейдингқа келген осы свечаларды көреміз. Японская свеча деп айтады. Бұл свечаның өзінің құрылымы бар. Яғни свеча деген японская свеча немесе обычный свеча деп айта берсеңіздер болады. Бағаның белгілі бір уақыт аралығындағы қозғалысын көрсететін график элементі. То есть, бұл свеча белгілі бір уақытпен шектелген. Соған қаттырақ мән беріңіздер. Яғни, кез келген свечаның өзіндік төрт көрсеткіші болады. Ол ашылуы, максимумы, минимумы және жабылуы. Терминмен айтатын болсақ, ағылшынша open high low close. Осы терминге қатты мән беріңіздер, себебі болашақта бұл сіздерге маңызды болады. Яғни, ең алдымен не үшін бұқа, не үшін аю екенін түсіндіріп өтейін. Бұл өте қарапайым. Бұрынғы заманда Уолл Стритте былай түсінік болған, что бұқа шабуыл жасаған кезде, бұқа сүзіскен кезде, ол төменнен жоғары көтереді. Яғни төменнен жоғары көтереді. Сол үшін бізде нарықтар өскен кезде бейші тренд деп айтады. Тура сол сияқты аю шабуыл жасаған кезде жоғарыдан төмен шабуыл жасайды. Жоғарыдан төмен. Сол үшін аю деп айтады. Яғни бұқаның бір суперсекретный бір киелігі болғаннан кейін либо басқа да емес, просто бұқа төменнен жоғары шабуыл жасаған үшін, ал аю жоғарыдан төмен шабуыл жасаған үшін бұқа аю деп айтып кеткен. Яғни бычий, медвежий. Ал енді open high low closeға тоқталайық. Open high low close деген не? Open ол бізде ашылу бағасы, яғни свичаның ашылу бағасы. Яғни свича бізде ашыла салған кезде шығатын баға. Одан кейін high ол бізде свичаның ең жоғарғы нүктесі. Low ол бізде свичаның ең төменгі нүктесі. Яғни минимумы. Ал close бізде свичаның жабылғаны. Яғни мынау бізде бычий свича, жасыл. Көпшілігіміз трейдингті жасыл немесе қызыл светпен білеміз. Яғни бізде жасыл свет болса, баға өседі деген сияқты. Ал бізде қызыл свет болса, баға түседі деген сияқты. Негізінде бұл свечалардың цветін сіз қалағанша өзіңізге қалай ұнайды, солай қойсаңыз болады. Но в основном жасыл немесе қызыл свечаны, егер сіздер трейдингқа жаңадан келген болсаңыздар, мен не советую? Почему? Потому что жасыл свет пен қызыл свет бекерден бекер таңдалмаған. Жасыл свет адамның психологиясына эйфория алып келеді. То есть біз, например, біздің өмірімізде өсетін дүниенің бәрі в основном табиғатта ол жасыл свет. Яғни кез келген өсімдік, например, мысалы, адамның табиғатынан бар, егер адамның егіні жақсы өссе, в основном егімізде өсіп жатқан кезде жасыл свет болады, біз эйфория аламыз. Ал қызыл свет, когда сіздер, например, трейдингта сделка ашқан кезде, бүткіл сделкаларыңыз минусқа кетіп жатыр, қып-қызыл болып, баға бізде қып-қызыл ситуацияны көрген кезде, яғни графикте баға бізде құлап жатқан кезде, сіздерде паника болу шансы жоғары. Сол үшін специально қызыл цвет таңдалған. Сол үшін негізінде смарт-манийда немесе басқа да анализ жасауға келгенде, көпшілік профессиональный трейдерлар уже ең басында бұл свечалардың түсі адамның психологиясына әсер етпесін деп, ақ цвет немесе қара цвет қойып тастайды. Но цвет өзгергеннен ешқандай логика өзгермейді. Главное, сіздер осы свечаның логикасын түсініп алсаңыздар, сол кезде жақсы результаттарға қол жеткізесіздер. Ал енді бычий свечаға тоқтала кетейік. Яғни бұл бізде бағаның өскен свечасы, бычий свеча. Ал мына бізде аю свечасы, бағаның түскен свечасы. Бычий свечаның бізде ашылуы әрқашан төмен жақта болады. Ашылуы әрқашан төмен жақта болады. Яғни баға бізде қазір
баға бізде ашылады. Баға бізде ашылғаннан кейін вот low, байқасаңыздар, ең төменгі нүктесі, баға бізде төмен түседі. Яғни ашылғаннан кейін манипуляция бізде төменге болады деген сөз. Не үшін манипуляция болады? Болашақта сіздер түсінесіздер. Яғни баға бізде ашылғаннан кейін баға бізде low жасады. Одан кейін баға бізде байқасаңыздар high жасады. Вот так. Баға бізде ашылды, low жасады, high жасады. Одан кейін close, свечаның жабылған уақыты. Вот так. Келесі сабақта біз таймфрейм дегеніне соған тоқтала кетеміз. Ал қазіргі уақытта сіздер свечаның белгілі бір уақытпен шектелген дегеніне мән беріңіздер. Ол белгілі бір уақыт аралығындағы, яғни белгілі бір уақытпен шектелген. Егер мынау бізде минуттық свеча болса, бұл свечаның қалыптасуына 1 минут уақыт кетеді. Біз оны таймфрейм сабағында толық тоқталамыз. Но все же қысқа нұсқа түсіндіріп өтейін. Егер бұл свеча күндік свеча болса, бұл бізде бұл свечаның қалыптасуына 1 күн уақыт кетеді деген сөз. Яғни свечаның ашылуы бар, минимум бар, максимум бар және жабылуы бар. Вот так. Осыған мән беріңіздер. Яғни вот жазып қойдым, BC свеча сатып алушылардың күшті екенін көрсетеді. Но в основном бір тал свечаға қарап, сіздер айта алмайсыздар, вот сатып алушы мықты екен деген сияқты. Ондайды қателеспеңіздер, себебі трейдингте көп қателік бар. В основном интернеттегі білімде олар бір тал свечаға немесе 2 тал свечаға немесе 3 тал свечаға қарап жұмыс істейді. Ол қате, олай істемеңіздер. Болашақта бізде алдағы уақытта сабақтар болады. Қалай анализ жасаймыз, неге қараймыз, қалай қараймыз, соның бәріне тоқталамыз біз. Яғни баға бізде, например, өсіп келе жатқан кезде, баға бізде өсіп келе жатқан кезде, тазалап тастайын. Баға бізде өсіп келе жатқан кезде, яғни баға бізде өсіп келе жатса, структура бойынша сіздер бір қызыл свечалар бүйтіп төмен қарай пайда болса, ойбай, сатып алушылар мықты екен деп, например, астыға деп сделка ашып жібермейсіздер. Себебі келесі сабақта біз структура деген дүниені өтеміз. Сол кезде сіздерге полноценно түсінікті болады бағаның қалай жұмыс істейтіні. Ал қазіргі уақытта сіздер түсінсеңіздер болды, что BC свеча ол бізде бағаның өскенін көрсетеді болды. Ал медвежий свеча тура сол сияқты. Медвежий свеча бізде оның ашылуы жоғары жағында болады. Яғни BC свеча бізде төмен жақта болса, медвежий свечаның жоғары жағында болады. Яғни келесідей болады ғой. Свечаның ашылуы, high, жоғары қарай манипуляция. Біз әлде open high low close, open low high close дегенге бөлек тоқталамыз. Сол кезде полноценно сіздер түсінесіздер. Яғни бізде медвежий свеча ашылғаннан кейін, яғни аю свечасы ашылғаннан кейін, бізде open болды, одан кейін high болды, ең жоғарғы нүктесі, одан кейін low болды, ең төменгі нүктесі, одан кейін close, яғни свечаның жабылған уақыты. Яғни бізде BC свечада ашылу төмен жақта, жабылу жоғары жақта. Яғни баға өсті. Тура сол сияқты медвежий свечада ашылу жоғары жағында, жабылу төмен жағында, яғни бір-біріне қарама-қарсы. Яғни баға түсті. Түсіндіңіздер да? Өте оңай, өте қарапайым. Яғни свеча түсті. Аю свеча сатушылардың күшті екенін көрсетеді. Осыған қазірше мән берсеңіздер болды. Алдағы уақытта біз полноценно тоқталамыз бұларға. Яғни қалай бұнымен жұмыс істейміз, соның бәріне біз тоқталамыз. Ал қазіргі уақытта сіздерге оған бас қатырып керекміз. Ал енді свечаның бөліктерін тоқтала кетейік. Бізде свечаның 2 бөлігі бар. Ол бізде свечаның көлеңкесі, немесе тень деп айтады орысша, және свечаның денесі, тело свечи. Яғни мынау бізде, например, BC свеча көрсетілген, яғни ашылуы, минимумы, максимумы, жабылуы. Жоғарғы көлеңке, қазақша көлеңке деп аударылады, немесе білте деп аударылады, но көлеңке деген намного түсінікті, но в основном тень деп айтқандарыңыз дұрыс. Свечаның тені. Ең жоғары баға мен дененің жоғары жағының аралығы. Там түсіну өте оңай, свечаның там телосы 4 бұрыш болып тұрып, көлеңкесі болды. Яғни свечаның телосы. Ашылу мен жабылу бағаның аралығын көрсетеді. Төменгі көлеңке ол бізде баға қаншалықты төмен түсті соны көрсетеді. Жоғарғы көлеңкесі свечаның тені ол бізде свечаның қаншалықты өскенін көрсетеді. Және де ескерту, көлеңке неғұрлым ұзын болса, сол бағытта баға көбірек қозғалғанын көрсетеді, бірақ кері қайту болған. Яғни сіздерге сызып көрсетейін. Мысалы, BC пример былай болса, егер мынау бізде
свечаның теласы болса, мынау бізде свечаның көлеңкесі. Вот. Мынау бізде свечаның көлеңкесі деп елестетейік. Вот. Яғни алдымен свеча ашылғаннан кейін максимально төмен түсті, одан кейін өсті, одан кейін жабылды деген сөз. Вот так. Open, low, high, close. Вот. Яғни астыра манипуляция болды деген сөз. В основном манипуляция не үшін болатынын сіздер ликвидность деген сабаққа келгенде түсінесіздер. Қазірше оған бас қатырып керек емес. Просто так осы ескертуге мән беріп қойыңыздар. Көлеңке неғұрлым ұзын болса, сол бағытта баға көбірек қозғалғанын көрсетеді. Бірақ кері қайту болған. Яғни в основном манипуляция солай болады. Жаңа айтып өткенімде біз open, low, high, close, open, high, low, close сабағына бөлек тоқталамыз. Яғни свечаның ашылуы, минимум, максимум жабылуы, немесе свечаның ашылуы, максимум, минимум жабылуы деп айтылады. Қазірше оған бас қатырып керек емес. Свечаның не көрсететіні? Ұзын жасыл дене сатып алушылар өте күшті бағаны жоғары итеріп жіберген. Ұзын қызыл дене ол бізде сатушылар өте күшті бағаны төмен түсірген. Кіші дене сатып алушылар мен сатушылар тең, яғни неэффективность аралықта бар. Бізде нарықта неэффективность бар. Яғни екі там жақтың арасында, можно сказать, кішігірім соғыс болып жатыр десек болады. Яғни мүмкін моментте сатып алушылар да мықты болуы мүмкін, немесе сатушылар да мықты болуы мүмкін. Немесе моментте сатып алушылар сатып алғысы келмейді, сатушылар сатқысы келмейді. Яғни баға бізде бір диапазонда тұрып қалғанда свечаның денесі кішкентай болады. Вот. Ұзын жоғары көлеңке, баға жоғары көтерілді, бірақ сатушылар күшті болып төмен түсірді. В основном манипуляция болған кезде болады ол. Тура сол сияқты ұзын төмен көлеңке, баға төмен түсті, бірақ сатушылар, яғни сатып алушылар күшті болып, бағаны жоғары көтерді. Вот. Қазіргі уақытта сіздер осыны түсінсеңіздер болды. Алдағы уақытта біз толыққанды бұған тоқталамыз. Ал енді бізде трейдингте нейтралды там свечалар бар. Ол бізде доджи, спиннинг, вот осындай не дейді? Марибозу дейді, надо естімеппін мен. Көлеңкесі свеча. Ну, честно сказать, мен мұндай свечной паттерн пайдаланбаймын. И сіздерге не советую. Мынандай теманы ұмытыңыздар. Бұл далбаса әңгіме. Вот. Бұл далбаса әңгіме. Қазірде мен сіздерге ескертіп бетін сызып тастайын. Бұл далбаса әңгіме. Бұндайға бастарыңыз қатырмаңыздар, себебі графикте сіздер ашқан кезде көз алдыларыңызда мыңнан көп свеча болады. Ондай кезде каждый свечаға мән беріп, ойбай мынау доджи екен, ойбай мынау спиннинг екен. Доджиға қарап мен былай позиция ашам, спиннингке қарап мен былай позиция ашам. Марибозу деген свечаға қарап былай позиция ашам деген ол далбаса әңгіме. Оны ұмытыңыздар, ол керек емес. Ал енді қосымша ақпарат, әр свеча белгілі бір уақыт аралығын көрсетеді. 1 минут, 5 минут, 1 сағат, 1 күн. Яғни оны таймфрейм деп айтады. Келесі сабақта біз таймфрейм жайлы өтеміз. Уақыт аралығы үлкен болған сайын бағаның қозғалысы сенімдірек болады. Мына жерде сигнал деп мен қателескен екенмін. Сигнал деген дүниені ұмытыңыздар. Вот. Сигнал деген дүниені ұмытыңыздар. Яғни уақыт аралығы үлкен болған сайын свеча бізде сенімдірек болады. Яғни оны қалай түсіндіремін мен? Бізде, например, күндік свеча 15 минуттық свечаға қарағанда мықты. Неге? Себебі күндік свечаның ішінде өте көп сатып алушылар, өте көп сатушылар болады, чем 15 минуттық свечадан қарағанда. Сол үшін таймфрейм сабағында біз полноценно түсінеміз. Мысалы, бір күндік свечаның ішінде 24 тал сағаттық свеча бар деген сияқты. Қайсысы мықты деп біз сұрақ қойсақ, сағаттық бір тал свеча ма, немесе күндік бір тал свеча ма деп сұрақ қойсақ, ну, логично, что күндік свеча мықты. Яғни күндік свечаның там заңы жоғары тұрады. Вот, сол үшін біз в основном трейдингқа келгенде әрқашан анализді үлкен таймфреймнен бастаймыз. Яғни 3 айлық свечаны қарап бастаймыз, айлық свечаны қарап бастаймыз, апталық свеча, одан кейін барып күндік свеча, одан кейін барып 4 сағат, 1 сағат деген сияқты жоғары жақтан біз төмен түсеміз. Сол кезде біздің анализіміз жақсы болады. Яғни осы сәттен бастап ұмытпаңыздар, әрқашан үлкен таймфрейм маңызды. Ну, бұған біз толыққанды таймфрейм сабағына тоқталамыз. Ал енді қорытынды, свеча анализі техникалық анализдің негізгі бөлігі. Бізде графический анализ бар, бізде свечной анализ бар. Там негізі анализдің түрі көп, инструменттің түрі көп анализ жасауға. Әр адам өзіне ыңғайлысын пайдаланады, но в основном золотой стандарт ең идеальный вариант ол бізде осы японская свеча, яғни бағаның ашылуын, минимумын, максимумын және жабылуын нақты көрсетеді.
И бұл бізде трейдинг әлемінде өте ыңғайлы инструмент. Вот так. Яғни өте ыңғайлы инструмент. Бізге ыңғайлы болғаннан кейін, яғни көпшілікке ыңғайлы болғаннан кейін, көпшілік осы японский свечаны өте көп пайдаланады. Вот. Ал енді қорытындылай кететін болсақ, свечаларды түсіну трейдингтегі алғашқы ең маңызды қадам. Open Hello Close пен свеча құрылымы жақсы түсінсеңіз, нарықтың тілін оқи аласыз. Вот. Және де соңында кеңес, свечаларды жалғыз емес, там инструменттер және де тренд индикаторларын бірге пайдалану керек. Мысалы, жаңа менің айтқаным осы. Вот, мысалы, мына жерде былай жазылған болатын. Аю свеча сатушылардың күшті екенін көрсетеді. Ал қызыл свеча, бычий свеча, шатастым. Жасыл свеча, бычий свеча сатып алушылардың күшті екенін көрсетеді. Ал енді қараймыз. Бізде баға өсіп жатыр, бірақ бізде қызыл свечалар бар. Осы кезде қызыл свеча пайда болған кезде, ойбай менде мынандай доджи пайда болды, баға төмен кетеді. Ойбай менде спиннинг пайда болды, баға төмен кетеді. Ондай әңгімені ұмытыңыздар. То есть бізде рынок келесідей қозғалады. Баға бізде өсті, одан кейін бізде басында коррекция болады. Коррекция не үшін болатынын сіздер болашақта түсінесіздер. Қазірше оған бас қатырып керек емес. Одан кейін бізде қайттан бычий рынок болады. Яғни баға бізде қайттан өседі. Осындай рынок бізде всегда зигзаг сияқты қозғалады. Стабильно только жасыл свечалар бүйтіп пайда болады дегенге ондайға сенбеңіздер, кім айтса да. Вот. Сол үшін алдағы уақытта біз полноценный анализ жасап үйренеміз, ал қазіргі уақытта сіздер осы бір тал свечаны түсініп алсаңыздар болды. Дальше уже келесі сабақ бізде таймфрейм. Вот. Надеюсь, бәрі түсінікті. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.